Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында осындай немецкий пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз шағып алып, үстіне шым-шым тұзды қосып араластырамыз да оның үстіне қантты саламыз. Қантты салғаннан соң жақсылап көпіртіп миксерлейміз, шамамен 1-2 минуттай. Одан кейін үстіне сұйық май мен сүтті құямыз. Ендігі кезекте үстіне ұн мен разрыхлитель саламыз. Мен алдын ала ұн мен разрыхлительді араластырып алған болатынмын. Ендігі кезекте бөлек ыдысқа ұнға қант, сосын сары майды араластырып, жақсылап қолымызбен осылай видеода көрсетілгендей араластырамыз. Ендігі кезекте формамызға жаңағы пирог массасын құямыз. Оның үстіне мен шиені қостым. Егер сіздерде шие болмаса, басқа да жидектерді қосуға болады. Мария, соңғы су бере берем. Мария, берем. Одан кейін үстіне жаңағы массамызды сеуіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте осы пирогымызды 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан әртүрлі уақытта пісіруі де мүмкін. Бізде пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Мерей. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздерге ұнайтын талай осындай рецептермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.